Қазақ халқы ерте заманнан бері тұрмыс тіршілігінде әсемдікке ерекше мән берген. Сол әсемдіктің бір көрінісі ұлттық ою-өрнектер. Ою белгілі бір заттың бетін әшекейлейтін өрнек. Оюлар халқымыздың табиғатқа, жануарларға, өмірге деген көзқарасын білдіреді. Әр оюдың өз атауы мен мағынасы бар. Қазақ оюлары бірнеше түрге бөлінеді. Қошқар мүйіз ең көп тараған ою. Ол байлық пен молшылықты білдіреді. Қазақ оюлары бірнеше түрге бөлінеді. Түйе табан төзімділіктің белгісі. Бота мойын сұлулық пен нәзіктікті білдіреді. Өсімдікке байланысты оюлар жапырақ, гүл, олар табиғаттың әсемдігін көрсетеді. Геометриялық оюлар үшбұрыш, төртбұрыш, ромб тәрізді өрнектер. Олар тәртіп пен үйлесімділікті білдіреді. Ою-өрнектерді қазақ халқы көптеген бұйымдарға салған. Киімдерге камзол, шапан, тақия, киіз үйдің ішкі жабдықтарына, текемет, сырмақ, кілемдерге, ыдыс-аяқ пен зергерлік бұйымдарға ою салған. Ғалымдардың айтуынша, қазақтың ою-өрнектері бірнеше мың жыл бұрын пайда болған. Ою ежелгі заманнан бастау алады. Археологтар көне қорғандардан табылған алтын бұйымдар мен қару-жарақтардың бетінде жануар бейнесіндегі өрнектер болғанын анықтаған. Бұл өрнектер аң стилі деп аталады. Оюлардың алғашқы үлгілері сақ, ғұн тайпаларының дәуірінде кездескен. Ою-өрнек халқымыздың бай мұрасы. Біз оюларды құрметтеп, оны үйреніп, әрі қарай жалғастыруымыз керек.